Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы хабарларды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Қазақстандық қор биржасындағы сауда-саттық қорытындысы бойынша $1 теңгеге шаққандағы бағамы өсті. Кассия қор нарығындағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы 0,64 теңгеге қымбаттады. Бір ақш долларының орташа бағамы 460,51 теңге. Ұлттық банктің 31 қаңтардағы ресми бағамы $1-ға 459,92 теңге. Ресей рублінің орташа сараланған құны 6,62 теңге. Курс қызы мәліметінше, қазір Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллардың сату бағамы 469,5 теңге, сатып алу 463 теңге. Ал Астана қаласы бойынша сату бағамы 457,7 теңгеден болса, сатып алу құны 460,7 теңге. Ресей рублі 6,35-6,43 теңге аралығында саудаланып жатыр. Бізді бақылауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.